Баршаңызға сәлем. Сіздерге сабақта оқушыларды топқа бөлудің бір тәсілін ұсынамын. Бұл өлең жолдары арқылы топқа бөлу. Оқушыларды бір немесе бірнеше өлең жолы арқылы топқа бөлуге болады. Мысалы, 2 өлең алсаңыз, 4 шумақтан 8 балаға бір жолдан таратып бересіз. Оқушылар өздеріне түскен өлең жолы арқылы өз тобын табу керек. 2 өлең 4 шумақтан алсаңыз, 2 топ болады. Егер сізде 20 оқушы болса, 5 шумақты өздері білетін таныс өлеңді алған жөн. Я болмаса, алдыңғы сабақтағы өткен өлеңді алсаңыз болады. 20 оқушыға әрқайсына бір жолдан бересіз. Олар сол арқылы шумақтарға бірігіп бір топ болады. Тарих сабағында ұзақ өлең шумағын қолданбас үшін бір шумақтың бір жолын үйлесімдетіп 2-ге бөліп оқушыларға бересіз. Сол арқылы оқушылар өлең жолын құрап топқа бөлінеді. Бұл әдісті сабақ барысында қолдану арқылы оқушылардың өлең жолын қаншалықты жатқа білетінін байқауға болады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болсын.